Сол келіншекті өмір бойы ылғи ойлап жүрем десем, оны әрине өтірік болар еді. Алайда сырласарға серік таппай, жамау дүниенің тесігін сөгіп көрсететін жақсылардың бірде-бірі жанымда болмай жүргенде, жақсының өзі де, сөзін де аңсап сағынғанда, есіме кейде қырғыз келіншектің түсетіні де рас. Атам қазақ айтыпты, бір жұлдыз бар аспанда айдан жақсы, бір кедей бар, қол ашық байдан жақсы, бір сөз айтсаң жаманға қорс етеді, әзілмен мәз қылған қайран жақсы деп. Соған қарағанда бабаларымызда жақсыны іздеп зарғып өткен сияқты. Өйткені адамдардың адамшылдығын өсіретін жақсыны сағыну. Бәріміздің сірә бақыт деп жүргеніміз жақсыға жолығуын жолыққан болармыз-ау. Қу тіршіліктің күйбеңімен жүріп, қаншасын жоғалтып алғанымызды айтсаңшы. Қадіріне жеттік пе? Жоқ әлде жаманға істейтінімізді оған да істеп өкіндірдік пе? Кім біледі? Бәрін айтта бірін айт, өзіміз жақсыны іздеп өмір кештік. Таптық, жоғалттық. Бәрі тағдырдан, бірақ өзіміз жақсы болалдық па? Бізді іздейтін, бізді аңсайтын, я қатарымызға, я артымызда бір пенде бар ма? Осы ой басымды шырмағанда қырғыз келіншекті де есіме алам. Ол мен үшін жақсы болып жолықты, жақсы болып аңсатып келеді. Бір жақсы адам еді-ау деп, ол да мені ең құрығанда 10 жылда бір рет есіне алам екен. Жоқ бекен, шіркін. Қазақ қырғыз қазір құдайға шүкір тәуелсіз ел болдық. Ауыспалы кезең әйел тұрмақ еркектің өзін есеңгіретіп жатыр. Жағдай жақсыны да жөн қылып жіберді. Өмірді жаманнан гөр жақсы көп сүрінді. Аға деп еді-ау айналайын. Жақсы адам қырғызда да аз, бірақ қазақтың жақсысында өзіміздікі санаймыз. Содан бері де мен де қырғыздың жақсысын сырттай өзімсініп отырам. Өмір болған соң күйініш пен сүйініш қатар аңдысып, үнем қасында жүреді. Кеше ғана сенің қасыңда бақытты болдым деген жан бар жоқты сылтауратып, бүгін басқаға қашқақтайды. Өз қылығын бүркемелеп, сылтау себепке бұғынады. Өйткені мансаптың, биліктің, пайданың ара салмағы сенен гөр басқаға оңғырайды. Сондайда сырласуға жан таппай жалғыз қаласың. Жалғыз қалғанда жақсыны сағынасың. Мен дәл қазір қырғыз келіншекті сағынып отырмын. Комсомол қызметінде жүрген кезім. Сызы кетпеген көктемде апталық семинар кеңес Минскідегі кәсіподақтар сарайында өтіп жатты. Алдымда иығына ғана түсіре қоңыр шәлі жамылған әйел келе жатты. Мені көшенің шетіне енді иілігіп, ал алдымдағы әйел ортасына жетер-жетпестен сол жақ бүйірден зымырап бесікті мотоцикл шыға келді. Мен сескеніп кілт тоқтай қалдым, ал алдымдағы әйел қарамады. Ештеңе де естімеген болу керек, дәл мотоциклдің жолын кескестеп өте берді. Көзді ашып жұмғанда мотоцикл кеп әйелді қақты. Бесігінің тұмсығы дәл аяғының қылта тұсынан соқты. Әйел бүктеліп бесіктің үстінен асып барып асфальтке түсті. Өлді-ақ деп ойладым. Жалтақтап жан-жағыма қарадым. Улап шулаған, көңіл аударған бір адам байқалмады. Мотоциклын жол шетіне қоя салып, еңгезерде еркек әйелге ұмтылды. Еш жиып мен де жүгірдім. Сол сәт әйел орнынан жеп-жеңіл тұрды да, тіп-тік жүріп, көшенің арғы бетіне өте шықты. Кешіріңіз, бір жеріңіз ауырып қалмады ма? Ауруханаға апарайын да, деді мотоциклшы сасқалақтап. Жоғалыңыз, деді әйел қолын бір-ақ сілтеп. Жалғыз куә маған қарап, алақанын жайды да еркектеру тайып тұрды. Мен аңғарып, әйелден көз алмаған күйі көшеден өттім. Етқызумен кетіп барады. Көп ұзамай құлайды деп күттім. Көзім әйелде болғанмен өзім байқамай, аяңдай берсем керек, біреуге соқтығып қалып тоқтадым. Біздің ағай Беларусь әйелдің соңынан сонша қарады, сірә ғашық болып қалды-ау. Әзілі еріксіз бетіне қаратты. Келіншек екенін тоқ омырауымен тырсиған бөксесі бірден аңғартты. Кәдімгі қазақ көп айтатын оймақ ауыз күлім көз қара торының өзі. Жұмыр мойынымен сүйір иегі сүйкімнен созылып, өңін сәл паңдау көтереді. Тамақ тұсынан төмен қарай аққыба тартып, омырауының ашық шеті шапақ төгілгендей сәулеленіп тұр. Төмендеген сайын тіпті ағара беретін көңіл сезеді.
көзінің астында ғана тар шаш ашылған селдір-селдір секпілі бар. Басындағы ақ береті қап-қара шашына қонған ақша бұлт секілді. Жымиып қарағанның өзі керемет жарасымды. Кешір қарындасым. Анау қоңыр шәлі жамылған әйелді көзімше мотоцикл қағып құлатып кетті. Бірақ орнынан тұрды да, қарашы, түк болмағандай кетіп барады. Соны қарайым деп байқамай қалыппын. Оқасы жоқ аға, мотоцикл қаққанша сіздің қаққаныңыз жақсы ғой. Ол әзілдеп күлді. Мен де әзіліне риза болып күлдім. Көп жаса қарындасым, әйелді жүздесе әдемі алып жіберетін осындай әзілімен қылығы ғой. Өкпелеттіңіз, сөзім болмаса, сонда менің өзім әдемі емеспін бе? Ойбай жаным-ай, мен олай дегенім жоқпын ғой. Әдемісің, әзіліңмен қылығың одан бетер әдемі. Қателестіңіз, әзілімді естідіңіз, қылығымды бірақ көрсеткенім жоқ қой. Қырғыздың әзілін қазақ ағаңа Беларусь жерінде сыйлап жатқан қылық еменегенде енді не қарындасым? Қырғыз екенімді қайдан біліп қойдыңыз? Соза сөйлегенің сүйкімді үнің. Бұл жауабыңыз біраз тәуір. Жүріңіз аға, жиналысымыз басталып кеткен шығар. Жұрттың соңын ала екеуміз қатар отырдық. Қырғыз келіншектің аты Тұрсын Бөбекен. Қазақта да біраз кездесетін ат. Әуелде ынта қозғалсып, көп ұзамай үйреншікті сөзден жалыға бастадық. Аға, не деп ойлайсыз? Деді Тұрсын Бөбе әңгімеге шақырып. Ештеңе ойлай алмаймын. Қырғыздан қанша адам келдіңдер? Үшеуміз. Менен басқа бір жігіт пен бір қыз бар. Олар өздерімен өздері әуре. Балалы шағалысыз ба аға? Әрине, 3 қызым бар. Ол қашан болады? Құдай бұйырса болар. Өзіңнің ұлың, отбасың бар ма? Бар. Биыл 4-ке шығады. Күйеуім кеңсе қызметкері. Қызымыз 2 жаста. Ата-анемнің қолында тұрам. Өз ата-анам Қарақолда. Сіз әртіс емессіз бе аға? Неге олай ойладың? Соны шынымды айтсам, өзім де білмеймін. Жүрісіңіз, сөзіңіз адамды еріксіз өзіне қарата ма, бір түрлісіз. Күдікті адам дегенің бе? Жоқ, ойбай аға. Біз білмейтін маңызды бір құпияны білетіндей, өзіңізге өзіңіз өте сенімді адамдай жүресіз. Мұның шындыққа жанасады. Бір құпияны білетінімді білем. Маған айтыңызшы. Саған айтқан соң құпия болмай қалады ғой. Тек ешкімге айтқан емессіз бе? Ешкімге. Сіз қусыз ғой деймін аға. Мені жалынсын деп, әбден қызықсын деп, әдейі сөйлеп отырсыз ғой деймін. Құдай біледі. Мүмкін. Сіз өзі бірте-бірте жаман аға болып барасыз. Қарындасым деп, жаңа ғана мен үшін бәрін істейтін кісідей елжіреп едіңіз. Енді сырттайтын деп, қатты кісі болып кеттіңіз ғой. Шынында да менің жағдайым өте қиын. Өзімді қалай ұстарымды білмей қиналып отырғаным рас. Неге? Ол да құпия ма? Бірақ бұл айтуға болатын құпия. Онда айтсаңызшы. Сен өте әдемі елсің қарындасым. Бірінші сөзімен ақ мені сезімімді селк еткіздің. Содан бері сыр беріп қоймайын деп, ұят болар деп, өзімнен өзім алысып отырмын. Сенің күйеуің бар, менің әйелім бар. Екеуміз де балалы шағаламыз. Бірдеме десем, сен қатты сөз айтып, бетімді қағып тастайсың.